Сәлеметсіздер ме, ұстаздар? Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге ұстаздардың әдістемелік және цифрлық құзыреттілігін арттыруға арналған түрлі оңай, дайын жаңа сабақтар арнасы Қонарова Алтынай. Алдымен менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менің арнамда түрлі бейне сабақтарды көре алатын боласыздар. Бүгін сіздерге ерекше креативке толы слайдтармен таныстыратын боламын. Ол үшін алдыменен кез келген өздеріңіздің браузерлеріңізде іздеу жолағына powerpointbase.com деген сөзді жазамыз. Жазған кезде бізде осындай түрлі дайын бізге презентацияның шаблондары беріледі. Ал енді жалпы бұл презентация шаблондарын көру үшін бізге түрлі тақырыптарда жасалған шаблондар бар. Команда, коммуникация, бизнес, обучение, персонал, түрлі тақырыптарда бізге слайд үлгілері берілген. Тіпті бұл жерде, бұл сервисте тіпті сіздер шаблон с видеофоном, яғни дайын видеофондан жасалған шаблондарды көре аласыздар. Және де бұл жерде сіздер шаблонный диаграмм. Егер сіз осы уақытқа дейін диаграмма құра алмай жүрсеңіз, және онда осы сервистен сіз түрлі диаграммалардың үлгілерін көре аласыз және алып қолдана аласыз. Және де шаблон сертификаты. Егер сіз сабақтарыңызда ашық сабақ, тәрбие сағаты, іс-шаралар өткізу барысында оқушыларды мадақтауға диплом, сертификаттар беретін болсаңыз, міне онда сізге дайын осы powerpointbase.com сервисінен дайын үлгілерін алып, өзіңіз қалауыңызша тексттерін өзгертіп, мектебіңіздің атын, іс-шараңыздың атын жазып, оқушыларыңызға ұсына берсеңіздер болады. Ал енді бұларға кейінірек тоқталамыз. Жалпы шаблонның түрлерімен таныс болайық. Алдымен осы жердегі кез келген бір шаблон үлгісін алайық. Мысалы, маған школные дейтін болсақ, осы жерді бассақ, осы школные тақырыбына байланысты түрлі бізге шаблон үлгілері беріледі. Өзімізге қалаған шаблон үлгілерін аламыз. Бұл жерде 1000-нан астам дайын шаблондар берілген. Осы 1000-нан астам шаблонның ішінен өзімізге ұнаған шаблондарымызды алып, жұмыс жасай беруімізге болады. Яғни сіздер ұсынып отырған, мысалы, ашық сабақтарыңыз болсын, тәрбие сағаттарыңыз болсын, коучинг сабақтарыңызға осындай бір креативті, әдемі шаблондарды ұсынсаңыздар, бір көрермендеріңізді бір таң қалатындай дүние болады. Ал енді өзімізге ұнаған бір шаблон үлгісін алайық. Мысалы, осының үлгісін бір рет басамыз. Бір рет басқан кезде бізде осындай беті шығады. Яғни бұл жерге қарасаңыздар, просмотр жалпы бұл слайдты 39286 адам қараған екен. Және де 14950 адам осы шаблонның үлгісін өзіне жүктеп алған екен. Осы жерде қаншалықты көп қаралым жиналған, қаншалықты көп адам өздеріне жүктеп алғанын осы жерден біле берсеңіздер болады. Енді осы шаблонды өзіміздің компьютерімізге жүктеп алу үшін PPTX деген осы расширениясын үстінен басамыз. Осы кезде біздің компьютеріміздің астыңғы бөлігіне ол жүктеліп тұрады. Ал енді оны ашып көреміз, үстінен бір мәрте шертсек, міне бізге дайын слайд шаблондары шықты. Разрешить редактирование басамыз. Міне осы жерден өзіміз мына тексттерді өшіріп тастай беруімізге болады. Мысалы, бұл жерге өзіңіздің жоспарыңызға байланысты жасап жатқан слайдтарыңыздың тақырыбын жазуға болады. Мысалы, мен кез келген бүгінгі сабақта деп жазайық. Бүгінгі сабақта. Мына жерге өзіңіздің аты жөніңізді жазып қойсаңыздар болады. Мысалы, Қонарова Алтынай.
Келесі екінші шаблонның бүгінгі сабақтағы жалпы мазмұны, иә. Мына жерде өзгертуге, текстті өзгертуге болады. Мысалы, бұл жерге мазмұны немесе сабақ барысы деп қойсаңыздар болады. Сабақ барысы. Сабақтың барысы бізде мынандай кезеңдерде жүреді. Бірінші кезеңі бізде ұйымдастыру кезеңі. Екінші ұйымдастыру кезеңінен кейін үй тапсырмасын жасау. Одан кейін үй тапсырмасын пысықтағаннан кейін бізде үшінші кезеңде топқа бөліну. Топқа бөлінгеннен кейін жаңа сабақ, иә? Жаңа сабақ. Және мына жерге келесі тәжірибелік жұмыс. Міне ары қарай да осылай түрлі етіп өздеріңіздің жоспарларыңызға байланысты жасай бересіздер. Енді мына жерде үшінші слайд, удалить слайд деп өшіріп тастаймыз. Бұл екі слайдтан құралған. Енді бұны да ары қарай өздеріңіз көбейте берсеңіздер болады, иә. Создать слайд деп, міне үшінші слайдымыз пайда болды. Үшінші слайдқа енді мына жерге не жазасыз, өзіңіздің жазатын жазуыңызды, мәтініңізді енгізесіз. Мына жерде диаграммалар кірістіруге, иә, видео қоюға, түрлі суреттерді, әртүрлі өзіңіздің компьютеріңіздегі жүктелген жасап жатқан жоспарыңызға байланысты түрлі осы жерге суреттеріңізді қоя берсеңіздер болады. Мысалы, диаграмма қоюға, немесе дайын жаңағы сайттан дайын шаблондарды да алып қоя беруге болады. Мысалы, шаблон и диаграмма деген жерден өзіңізге қалаған бір диаграмманы алуыңызға болады. Мысалы, мына диаграмманы алып көрейік. Аламыз. Бұл қазір бізде мына жерден көрсеңіздер, бір беттен тұратын слайд екен. Енді осыны 12.696 адам жүктеп алған екен, 40.981 адам көрген екен. Енді осыны мынау расширениясын басып, бұны да өзіміздің компьютерімізге жүктеп аламыз. Сөйтіп жүктеп алғаннан кейін, оны да көшіріп алып, осы жерден жазатын, мысалы, кезеңдерімізді міне осы үстінен, текстің үстінен бассақ өзгереді. Осы жерден мысалы өзгерте беруімізге болады. Мысалы, бастауыш сыныптарға арналған, мысалы, бірінші кезеңде сөздер жазып қойға болады, айландырып оқып шығу үшін. Мысалы, мектеп, одан кейін мына жерге мына сөздерді өзгерте беруге болады. Мектеп, немесе мына жерге оқушы деген сияқты, оқушы. Осылай барлық жеріне сөздерімізді жазып, мына жерге мысалы қанша сөз оқимын деген сияқты. Қанша сөз оқимын. Осылай түрлі қылып, енді осы диаграммамызды көшіріп алып, жаңағы бастапқыдағы жасаған слайдымыздың үстіне апарып қойып қойсақ, сол жердегі слайдқа апарып қойып қойымызға болады. Мысалы, мынандай слайдтар шаблон жасағанмын. Енді осы жерден, мысалы, создать слайд деп, екінші бір слайдтың үстіне мынаны өшіріп тастаймыз да, жаңаға келген диаграммамызды мына осылай қойып қойсақ болады. Яғни, мынаны бұлай үлкейтіп, немесе сәл кішірейтіп, тағы да бір диаграмманы әкеліп, оны да осы жерге қосып, үлкейтіп қоюымызға болады. Жалпы бұның мүмкіндігі өте көп. Қалаған шаблондарыңызды алып, осындай бір креативті, әдемі презентация үлгілерін жасауларыңызға болады. Енді қарап тұрсаңыздар, бұл жерде түрлі, айттым ғой жаңағы, түрлі тақырыптарға байланысты презентацияның шаблон үлгілері берілген. Осы жерге қарап тұрсаңыздар, мына жерде природа, разные деген түр, финансы, обучение. Үстінен бассақ, бізге обучениеге байланысты түрлі
біз шаблонның үлгілерін беріп тұр. Қалаған біреуін аламыз, үстінен басамыз да, тура жаңағы іс-әрекетте. Енді бұл жерде PPTX-ті бассақ, бұл өзіміздің компьютерімізге барып жүктеледі. Сол жерден ашып, сол жерден өзіміз қаламызша өзгерте береміз. Енді мына жерде по цвету дейді, яғни сізге қандай түстегі презентацияның шаблон үлгісі керек. Мысалы, оранжевый болсын, зеленый деп бассаңыз, сіздің жаңағы шаблондарыңыз жасыл түстегі шаблондар шығады. Егер қандай түсті ұнатсаңыздар. Немесе мына жерді басып, розовыйды бассақ, бізге осы розовый түсті шаблондарымыз беріледі. Көріп тұрғаннан, егер сары түсті ұнататын шаблон керек болса, қызыл түсті шаблондар ұнататын болсаңыздар, осы жерден цветтерін қарап, мысалы, желтый дейтін болсақ, міне осындай сары түсті бізге шаблонның үлгілері беріледі. Осы жерде қалағаныңызды алып, сабақтарыңызға бір керемет етіп пайдалана берсеңіздер болады. Шаблон сертификатты айтатын болсақ, осы жерден қалаған бір сертификат үлгісін өзімізге жүктеп аламыз. Мысалы, біреуіне ұнаған біреуін алайық. Мысалы, мына біреуді. Бұл емес қазір. Қалаған бір сертификатты аламыз, үстінен бір мәрте басамыз, тура осыны жаңағыдай 5829 жүктелген екен. Сонша мәрте жүктелген. Бұны үстін басамыз. Бұл да біздің өзіміздің компьютерімізге барып жүктелді. Осы жерден ашып аламыз. 80 PPTX деп тұрады. Разрешить редактирование деп. Осы жерден өзгерте береміз. Сертификат, данный сертификат подтверждается деген жерге осы жерді өшіріп, мектебіміздің атын, мысалы, мына жерге қандай не бойынша, мысалы, тапқыр информатика сайысында деген сияқты. Тапқыр информатика сайысында, жақсы орын көрсеткен үшін, немесе жүлделі, немесе осындай деген бір атаулармен кішірейтіп қойсаңыздар да болады, осы сызыққа тура келтіріп. Кімге беріледі оқушының аты жөнін, мына жерге мектебіміздің логотипі немесе суретін қойып қоюға, мына жерлерді өзгертіп, тіпті директордың қолын қойып, осылай принтерден шығарып алып берсеңіздер де болады. Жалпы айтқанда, бұл сервисте сіздер түрлі шаблон видео фондар дейді. Дайын видеомен жасалған фондар берілген. Көріп тұрғандарыңыздай қалағанын алып, қолдана берсеңіздер болады. Жалпы осы жерден коммуникация дейді, медицинаға байланысты, персонал, обучение, түрлі креативті бір ұсынғанға өте бір әсерлі, әдемі, бір таң қалатындай осылай өздеріңіз құрастырып, 2-3 шаблоннан тұратын болса, оны тағы да басқа шаблондармен алмастырып, түрлі қылып дайын, көріп тұрсыздар ғой, сіздерге дайын шаблон үлгісі беріледі. Тек қана оны өзіміздің тексттерін өзіміз қалауымызша өзгертіп жасай береміз. Енді мына жерде премиум шаблон деген тұр. Бұл ақылы деген сөз, енді бұған кірмей қойсаңыздар болады. Ақысыздары да міне түрлі ақысыз бізге дайын шаблон үлгілері берілген. Сіздерге ақпаратым ұнады деген ойдамын. Осы жердегі қалаған шаблондарыңызды өздеріңіз қолданыңыздар, достарыңызбен, әріптестеріңізбен бөлісіңіздер, пайдаланыңыздар. Егер канал сіздерге ұнаса, каналға лайк басып, комментарий бөліміне өздеріңіздің әдемі пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сау болыңыздар.